Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің бүгін сіздерге көрсететін сабағым әліпби кезеңіндегі и дыбысы мен әріпі. Оқушылар бір-біріне шаттық шеңбері арқылы бір-біріне көңіл күй сыйлап, жақсы тілектер білдіреді. Және де балалар жұмбақ, бұл жерде миға шабылу әдісі жұмбақ арқылы жүреді. Жұмбақты оқып, қай дыбысты өтетінімізді балалар табады. Әріптердің орнын табу әдісі бұл жерде тақтада сөздер жазылып тұрады. Сол сөздерге қарап балалар әріптердің орнын табады. Бүгінгі тақырыбымыз біздің и дыбысы мен әріпі. Сабақтың мақсаты и дыбысы мен әріпін ажырата алады, әріптерді дыбыспен сәйкестендіре біледі. Сөйлемде бас әріппен бастап жазылып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қойып жазады. Бұл жердегі оқылым құстарды тордан құтқару әдісі арқылы жүреді. Тақтада торда тұрған құстар, ол құстардың артында сөздер жасырылып тұрады. Екінші жағында құстардың ұясы ағашта ілініп тұрады. Балалар торда тұрған құстарды алып, артындағы сөзді оқиды. Бірінші, екінші сөзді буынға бөледі және и дыбысы нешінші буында екенін тапқан жағдайда ғана құстарды өз ұясына апарып қондыра алады. Келесі тапсырма бізде жұптық тапсырма. Бұл жерде балаларға тапсырмалар таратылады, жұппен орындалады. Сөздердің жұбын табады. Сөздердің жұбын табады. Келесі тапсырма бізде топтық жұмыс. Бұл жерде сөйлемдердің орны ауысып кеткен. Сол сөйлемдерді орындарына қою арқылы мәтін құрап шығады. Мынау топтық жұмыстың барысындағы ұйымдастырылған кезеңі. Мына жерде топтық жұмысты қорғаған кездері, ал жаңағы берілген мәтіннің авторы туралы қысқаша мәлімет беріліп кетеді. Келесі тапсырмада мәтінмен жұмыс. Бұл жерде жаңа сөз жасау, инелік сөзінен келесі қандай да тағы да сөздер шығаруға болады. Мысалы, ел, ине деген сияқты сөздерді құрастырып шығады. Және бұл жерде бізде сергіту сәтінде балалар қазіргі трендте болып жатқан оюлар биін билеп сергіп алады. Келесі тапсырма бізде дәптермен жұмыс. Бұл жерде балалар жұмыс дәптеріндегі әріптерді көркем етіп жазады және екінші жаттығу өлеңді көркем етіп көшіреді. Және бізде кері байланыс бұл бізде білім кемесі деп аталады. Мына жерде қызыл түске жабыстыратын болса, бұл жерде мүлдем түсінбедім. Келесі сары түсті желкенге жабыстыратын болса, азғантай ғана түсіндім. Және жасыл түсті желкенге жабыстыратын болса, 3-4 суреттерін, өздерінің суреттерін мен барлығын түсіндім дегенді білдіреді. Менің сіздерге көрсетейін деген сабағым осы. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет сіздерге.